Үш есеп бізге кіріспе ретінде, то есть просто бастарыңызға логикалық есептер. Біріншісі айда. Давайте сізден бастайық. Біріншісін сіз шығару жолын айтасыз, немесе сразу жауап айтасыз, именно сол белгілеп кетемін. Бізде айтады, үш оң сан берілген дейді, оң бүтін сан берілген, вариантта міне үш сандар тұр. Үшінші сан бірінші саннан қанша үлкен болса дейді, бірінші сан екінші саннан соншалықты үлкен дейді. То есть былайынан үшеуі тұрады. Мына үшіншісі біріншісінен қанша үлкен болса, мынау дейді, мынадан тура сонша үлкен дейді. Соған тура келетін сан керек мына жерден. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш па? Енді қарайық. Бір, екі, үш. Үш пен бірдің арасында қанша сан бар? Екі бар, иә? Ал бір мен екінің арасында бір сан болып қалды. Мен айтсам болады ма? Иә, қайсысы? 9, 7, 5 емес па? Ой, то есть 7, 5, 9. Иә, 7, 5, 9. 7, 5, 9. Бізде мына екеуінің арасында екі сан, біріншісі екіншісінен тура солай екі келген. Болды. Все. Айда, түсіндіңіз ғой, иә? Иә, түсіндім. Кеттік. Қосындысы 117 және ең үлкен ортақ бөлгіші 13 болатын екі санды табыңыз. Екеуіңіз тауып көріңіздер. Мына жерде варианттардың бүкілін қоссақ 117 шығады, қателеспесем. Сондықтан тек 13-ке бөлінетін санды тауып көріңіздер. Екеуі де 13-ке бөлінетін болып тұру керек. Жетпіс сегіз, 39. 77, 39. Калькуляторға салсақ, екеуі де 13-ке бөлінеді. Қосындысы 117-ні береді. Бүкілінің қосындысы 117-ні береді бұндай есептерде. Түсіндігі не страховка жасап тексеріп көре салыңыздар. Сіздерде мына 13-ке бөлінетін сан таптыңыздар ғой, екеуі де бөлініп тұр. Қосындысы нақты 117 беріп тұр ма, тексере салыңыздар соңында. Так, 5-ке бөлгенде 2 қалдық, 9-ға бөлгенде 8 қалдық қалатын ең кіші натурал санды табыңыз дейді. Сіздерде қараңыздар, ең кіші деп тұр ғой. Енді жарайды, бұның ішінен қазір варианттардан қарастырамыз ғой. Қарастырған уақытта варианттардың ішіне бүкіл емес, по очереди емес, ең кішкентайынан бастайық, жақсы ма? 17, 18 деп, себебі бізде ең кішісін сұрап жатыр. Бізде қазір ең үлкені де тура келіп қалуы мүмкін. Мына 62 тура келіп қалуы мүмкін да, еще 35 тура келіп қалуы мүмкін. Сондықтан ең кішісі дегенден попробуем ең кішкентайынан бастап көріп. Хорошо? Бірінші 17-тен бастаймыз. 17-ні 5-ке бөлгенде неше қалдық қалады? 3,4. Жоқ, қалдық деген нәрсе. Вот қалдық деген нәрсе. 17-ге неден кейінгі ма? Типа мысалға 17 деген сан, осыған ең жақын санды аласыздар ғой. 5-ке бөлінеді, 15 бөлінеді ғой бізде. Не? 15 5-ке бөлінеді, нақты бір бүтін сан шығады 3 деген. Енді 15-тен 17-ге дейін бізде әлі 2 сан бар ғой, мынау екеуі артылып қалды, қалдық болып тұр. Вот осындай сандарды бізде қалдық деп айтады. То есть мына 17-нің өзі 5-ке нақты бөлінбейді, сіздер қазір калькуляторға бөлсеңіздер 3,4 шығып тұр. Бұл бүтін сан емес. Демек, қалдық бар деген сөз. Бізде нақты бөліну үшін какой-то бір сан артық қалып отыр. Вот мынау 2 саны 15-тен 17-ге дейінгі 16, 17 дегендегі 2 сан бізде артық қалып кетіп жатыр да, сондықтан қалдық 2 болады. Мысалға, 17-ні 6-ға бөліп көрейік. 17 бізде 6-ға бөлінбейді ғой, 12 бөлінеді. 17-тен кішкентай сандарды аласыздар, үлкен алып қоймаңыздар. 17-тен кішкентай санды аламыз, 12. 12 бізде 6-ға бөлінеді, 2 деген бүтін сан шығады. Но енді 12-ден 17-ге дейін бізде неше сан бар? 5 сан бар. Демек, бізде 5 қалдық бар. Осылайынан. Демек, сіздерде мен қазір 17-ні талқылап көрсетемін до конца. 17-ні 5-ке бөлсек 2 қалдық қалып тұр. Ал 9-ға бөлгенде дейді. 17-ні 9-ға бөлгенде 8 қалдық қалатын дейді. 17 бізде 9-ға бөлінбейді. 18 бөлінуші еді. Но ол 18 17-тен үлкен болып кетті.
17-ден кішкентай қандай сан бар 9-ға бөлінетін? 9-ның өзі. 9-ның өзі. 9-ға саламыз. 9 бөлінген 9 тең 1. Нақты бір бүтін сан шықты. Но енді 9-дан 17-ге дейін неше сан бар? 6. Ой. 8 сан бар. 8. 8 сан бар. Демек қалдық 8 Сегіз, қалдық иә. қалды. Мында 2 қалдық қалды. Міне 2 қалдық және 8 қалды. Жауабы 17 екен. Демек, ең кіші натурал санды табыңыз деп сұрап тұрса, сіздер ең кішкентайынан бастап көріңіздер, себебі сол ең кішкентай жауап болып қалуы мүмкін. Егер бұл 17 тура келмесе, келесі 18 тексеріп көріңіздер. Потом 35-ті, потом 40-ті, потом 62-ні. Хорошо? Так, мына 62-ні тексеріп көрейікші. Мен сразу 17 сіздерге жауабы шығатынын көрсеттім ғой. 62-ні 5-ке бөлінбейді. 60 бөлінеді. 60 5-ке бөлінеді, 12 шығады да. Бұл маңызды емес, бірақ просто бөлінетін білсек болды. Енді 60-тан 62-ге дейін бізде 2 қалдық бар. Бұл қалсын осылайна. Енді 62-ні 9-ға бөлетін болсақ. 62-нің өзі 9-ға бөлінбейді, ол бізде неше бөлінеді? 54 бөлінеді. Иә. 54 9-ға бөлсек 6 шығады. 6. 54-тен 62-ге дейін 8. 8 қалдық бар екен. Вот, қарасаңыздар 62 тоже тура келіп тұр. Егер қазір мен 62 мына жерде соғында беріп қалды ғой, бірінші беріп қойған болса, бірінші А вариантында 62 тұрса, 62 тура келді деп белгілеп кетсеңіздер, потому что 17 тоже тура келіп тұр. Сондықтан мына жерге қарайсыздар, ең кішісін сұрап тұрса, ең кішкентайынан бастап тексересіздер. Ең үлкен сұраса, ең үлкеннен бастап тексересіздер. Жарай ма? Берілгеніне байланысты. Енді бүгін бізде процентке, бөліктерге, какой-то бір бөлігі, мынанша бөлігі желінді, мынанша бөлігі қалды деген есептерге, тақырыпқа байланысты есептер шығарамыз. Сіздер пайыз есептеуді білесіздер. Алдыңғы сабақтарда есептерде болды пайыз есептеу. Көбіне процентті былайынан пропорция алып есептейміз. Мысалға, 25 саны берілсе, оны 100% деп, оның 15%-ін табатын болсақ, 15%-ін тұсына x-ті қойып есептейтінбіз. Тура осылайна. Немесе дедім, егер какой-то бір санның процентін сұрап тұрса, мына жерде қарасақ, x-ті табу үшін істейміз. X тең 25 көбейтілген 15 бөлінген 100. Процентпен беріліп тұр ғой. Қарасаңыздар, біз табуымыз қажет процент 100-ге бөлініп тұр. 115 бөлінген 100 былайынан алсам болады емес па? 25 көбейтілген 15% бөлінген 100%. Проценттер қысқарып кетті. 15-ті 100-ге бөлсем, 0,15 болады. Сондықтан мен айтқан едім сіздерге, егер қандайда бір санның пайызын тап деп тұрса, сол пайызды 100-ге бөлгендегісін көбейте салыңыздар дедім. То есть үтірмен жазып, сіздерде калькулятор болады ғой, калькулятормен жазғанда үтірмен жаза саласыздар. Қалай болады? Мысалға 80 деген санның 80%-ін тап десе, 80%-і қанша десе? Сіздер 80 деген санның өзін аласыздар, көбейтесіздер, мынаны 100-ге бөлінгеніне. Негізі можно сразу 80 көбейтілген 0,8 деп жаза салсаңыздар болады. Немесе бұлай ыңғайсыз, можно просто бөлшекпен алып кете беремін десеңіздер, мына бөлшек күйінде тоже калькулятор есептеледі, ол қиын емес. 25 көбейту 15 бөлінген 100. Қазір осыған байланысты есептер қарастырамыз. Бізде бірінші есеп 3% 2,14 болатын санды табыңыз дейді. Давайте бүгін есептер по очереди шығарайық. Егер есептер шықпай жатса, мен тақтаға шығару жолын көрсетемін. Бірінші есеп оңай деп, более-менее оңай деп ойлаймын, сондықтан сұраймын. Шығару жолын айтасыз маған, мен жазам. Жаңағыда есептейміз ба? Но енді бұл жерде 2,14-ті 2,14 бізде 100% болып тұр ма, 3% болып тұр ма? 240-ты 2,14-ке бөлеміз, көбейтеміз ба? Давайте Содан пропорция шатасып дальше. кеттім. Бір минут. Қазір шатасып кеттім. 2,14-ті бөлдім 100-ге. 0,124-ті көбейтеміз 2,14-ке. 0,1 шығып кетті, дұрыс емес,
$0,576 шығып кетті. Ол емес, иә? Ол емес. Бізде есептің шартын оқысақ, бізде сұрап жатыр ма? 2,4-тің 3% қанша деп сұрады ма? 3% 2,4 болатын сан табыңыз дейді, наоборот. Демек, бұл не деген сөз? Бізде үлкен сан беріліп тұр, соның 3% 2,4 болып тұр дейді. Демек, 2,4-тің тұсына қанша пайыз жазамыз біз? 100% ма, 3% ма? 3 па? 3%, иә. Не үшін 3%? Себебі айтып жатыр, какой-то бір санның 3% мынаған тең деп тұр ғой. Сондықтан 2,4 ол бір санның 3%-ын беріп тұр, сондықтан оның тұсы 3% болады. И сол қандай сандікі деп сұрап отыр. Қандай санның 3%-ы бізде 2,4-ті беріп тұр деп отыр. Сондықтан 100%-ның тұсына x-ті қоясыздар. Не жасаймыз ба андай? Теңдеу? Иә, пропорция. Баяғыдан көп жүре салыстыр. Не істейтін едік? 2,4-ті 100-ге көбейтеміз. Мхм. Көбейткенде болады 240. Мхм. Енді 240-ты 3-ке бөлеміз ба? Мхм. 240-ты 3-ке бөлеміз, будет 80. Иә, 80. Жауабы бізде С вариант екен. Хорошо? Мен каждыйына қойын деп отырмын ғой. Несін, ответіне қарап жасау дегенге үйреніп алып. Ответіне қарап жасау да болады. Ол ешкім сіздерге қате деп айтпайды. Бізде 3%-ын табу үшін мынаның бүкілі 0,03-ке бөліп көбейтсеңіздер болады. 0,103 ол қайдан шықты? Бізде ана процентті бөлшекке айналдыру үшін 3% бөлінген 100% қой. Какой-то бір санның. Мысалға 80-нің 3%-ын керек болатын болса, 80 бізде 100%, оның 3%-ын табуымыз қажет x деп қоямыз. Сонда x тең 80 көбейту 3 бөлінген 100. Демек сіздерде бастапқы сан беріліп тұр ғой, 80 деген мысалы бір сан беріліп, соның пайызын тап деп жатса, онда 3-ті 100-ге бөле саласыздар. 80 көбейтілген 0,03. Но мына есепте бізде бастапқы сан беріліп тұрған жоқ қой, бастапқысын сұрап тұр. Онда керісінше жасалынады. Вот сол үшін мына жерге жазып көрсете салдым сіздерге былайынан, чтобы қателесіп кетпес үшін. Всегда осылайынан құрастырылып жатыр ғой, мына бүкіл осылайынан құрастырылып жатыр. 0,03 қайдан келді? Мына жердегі 3-ті 100-ге бөліп істеп алсаңыздар, сол кезде мынау шығады. 80-ді 0,03-ке көбейтіп тастасақ, бізде 2,4 шығады. Давайте былай келісіп алсайық. Егер сіздерге какой-то бір заттың пайызын тап десе, кез келген бір заттың пайызын тап деп жатса, сіздерде именно мына 3%-ын табу қажет қой, 3% 2,4 шығатындай. Жаңағы сіз маған ауызша айттыңыз, 24-ті 100-ге бөлейін дедіңіз, потом 3-ке көбейтейін деп осылай айттыңыз, сіз маған бастапқыда. Можете тура осын жаттап алсаңыздар, 24-ті 100-ге бөлесіздер, потом 3-ке көбейтесіздер, сол сіздерге 3%-ын табуға көмектеседі. Сонда, мына жерде бүкіл варианттарды аласыздар. Мына способты, мынаны ұмытып қалдыңыздар, пропорция құрамай қиналып кеттіңіздер, жауабы шықпай жатыр ма? 3%-ын табасыздар, қалай? 24-ті жаңағы шырайлым өзіңіз айтқандай 100-ге бөліп тастайсыз, и содан шыққан санды 3-ке көбейте саласыз. Мынаны бүкілін 100-ге бөліп тастайсыздар, шыққан санды 3-ке. И қазір, дәл қазір өздеріңіз тексеріп көрсеңіздер де, именно 80-де қайсысының жауабында 2,4 шығады, сол сіздерде жауабы болып есептелінеді. Мысалы, 24-тің ғана калькулятормен есептей салайын мен қазір. 24-ті бөлеміз 100-ге, көбейтеміз 3-ке дейміз. Мынау сіздерде 0,72 екен. Қарастаңыздар, вот, ешқайсысы тура келмейді, тек 80-тікі ғана тура келетін болады қазір. Тең, мынау 48-тікі 1,144 болды. 1,144. Вот. Иә. Жасаймын. Есептің берілгеніне қарайсыздар. Хорошо? Так. Айда. Келесісін, мынау сіздерге қараңыздар. Осындай міндетті түрде кездеседі примерно, либо жаңағы, либо осының біреуі. Айтады, 60 санның 60%-ы 60 саннан қаншаға кем екенін табыңыз дейді. Қарасаңдар жаңылтпашы сияқты, иә? Но давайте бір жерден
какой-то бір не беріліп тұр ғой, бөліп қарастырайықшы, не сұрап жатыр сіздерден. Қайтады, 60 60 санның Мхм. 60%. Осыны табыңыз бірінші. Қайтып табамыз? Мен калькулятормен таба алсам бола ма? Иә, болады. Неше? 24. 24 екен. Енді не істейміз бұл 24-ті? 60 санынан азайтамыз. Иә, болды. 60 азайтып 24 неше екен? 38. Ой, 38. Сіз 60%-ні дұрыс таптыңыз ба? ой, жоқ, 36. Дұрыс таппадыңыз. Иә. Дұрыс таппадым. Неше? Мынау 36. 60 санның 60% 36 екен. Азайтсақ неше? 28. 4 емес пе? Ой, мен вообще азайта алмай тұрмын ғой. Сұрақ қойсам бола ма? Сіз алдында неде пайыз болмайды дедіңіз, иә? Калькуляторда. Иә. Калькуляторда болмайды. Сіздер не тапсырып көрмедіңіздер ме? Пробный неде бар ғой. Неде аты тест центрдің пробныйын. Тапсырып көрмедіңіздер ме? Тапсырып көрмедім әлі. Жоқ, әлі тапсырып көрмедік. Вот сол пробный тапсырып көріңіздер. Кажется, сол жерде калькулятор тоже тұрады негізінде ана жерінде. Соны калькуляторда ашып көресіздер қандай екендігін. И пробныйдың бағасы примерно 2,5 теңге тест центрда. Саламатсыз ба, Мөлдір? Саламатсыз ба? Сіз кешігіп кірдіңіз ғой сабаққа. Иә, бағанадан бері кіре алмадым. Даусым шықты ма? Иә, даусыңыз естіліп тұр. Көрініп тұрмын ба? Жоқ, көрініп тұрған жоқсыз бірақ. Камераның басын көрген жоқ. Мен Teams'ты білмейді екенмін. Кіре алмадым. Мөлдір, онда сізде ана жағыңыз тыныш емес сияқты. Сабақты біз ары қарата есеп шығара береміз. Потом ол сабақтың видеосы YouTube арқылы группаға жіберіледі. Содан қайтадан басшыдан қайталап көрсеңіз болады, жақсы ма? Иә. Хорошо. Сосын мен не айтқым келді, ана тест пробный тапсырасыздар ғой, тапсырған уақытта бір адам болып емес, хотя бы сол группадағы адамдар болып, жаңағы ТГО-ның группасының адамдар болып бірігіп тапсырыңыздаршы. Там осы Teams арқылы немесе Meet арқылы жиналыңыздар и немесе просто WhatsApp-тан еще группа ашып, сол жерге 2-3 адам болып жиналыңыздар да, ананы дұрыс жауабымен жазыңыздар. Себебі не үшін олай жасап отырмын? Сіздерде тапсырып біткеннен кейін неше балл жинағандарыңыз шығады, иә? Пробный тапсырып біткеннен кейін. Но шыққан уақытта қалайынан шығады сіздерде? Просто айтады, біріншісі сіз А деп белгіледіңіз дейді да, оған 1 балл берілді, немесе 0 балл берілді дейді. То есть ол қандай есеп екендігі, оның жауаптың варианттарында қандай сан тұрғандығы ешқайсысын біле алмай қаласыздар. Просто біріншісі қате, екіншісі қате емес, үшіншісі қате, төртіншісі қате, бесіншісі сондай дейді да. Ал егер сіздер бүкіліңіз жиналып, ананы скриншоттап, немесе видеоға түсіріп алып, соның бүкілін жасап, и потом артынан талқылай аласыздар. Можете даже егер тапсырып болғаннан кейін соның видеосын немесе скриншоттарын жинақтарын маған жіберсеңіздер болады. Мен қате кеткен есептеріңізді немесе шыға алмаған есептеріңізді сол келесі сабақта бірге талқылайтын боламыз, хорошо? Бұл не үшін керек? Сіздерде алдын тапсырып көрдім дедіңіздер ғой. Қашан тапсырдыңыздар? Бір рет тапсырып көрдім дедіңіздер, иә? Просто таңдау пәндеріңізден де именно қайсынан қиналғандарыңыз, қайсынан қате кеткендеріңіз көрінеді. Таңдау пәнінің екінші пәнін алдында мен сіздерге айтқанмын. Екінші пәннің именно педагогиканы, методика деген сияқты пәндерінде варианттар аз болады. Одағы сұрақтар ертең шынайы ОБТ-да тоже қайталанып келе береді. Сондықтан соны тапсырып, именно соның жауаптарын, сұрақтың варианттарына дейін қандай болғандығын сіздерге керек. Ананы жарайды, можно есептің өздерін просто скриншоттап алуға. Но сіздер оны қате ма, дұрыс па білмей қаласыздар. Сол себепті басынан дұрыс қылып шығаруға тырысыңыздар.
даже ана сұрақтардікін нет, аналитикалық ойлаудың өздеріңіз таңдау пәндеріңіз дұрыс қылып белгілеңіздер. Сонда соңында сіз мынаны дұрыс белгіледіңіз десе, жауабы шыққан уақытта, сіздер соңғы күйі жаттай берсеңіздер болады. Аналитикалық ойлау болсын, сіздердің өздеріңіз пәндеріңіз болсын, лучше өздеріңіздің пәндеріңізге сол көбірек көңіл бөліңіздер. Өздеріңіздің пәндеріңізге екінші пән, қиналатын пән любойыңызда екінші пән таңдау пәннің екеуінің біреуінен қиналасыздар. Вот соның жауабын соңынан жаттаңыздар. Қазірден бастап жаттамасаңыздар, қарамасаңыздар, ертең үлгермей қаласыздар, демде болып келеді сіздерге. Бәлкім сіздер бірінші күнге тест тапсырдың, бірінші күнге түсіп қалуыңыз мүмкін. Сіздер өздеріңіз білмейсіздер ғой, таңдау күнін таңдаған жоқсыздар ғой, қай күні тапсыратындарыңыз. Сондықтан осылайынан қазірден бастап тура келесі апта тапсыратын адам сияқты қатты дайындалсаңыздар, ертең келер уақытта қиналмайсыздар деп айтқым келген. Мыжып кетсем, sorry. Хорошо, рахмет. Аха. Так, бізде айтады. Алманың бағасы 2 рет 10% арзандатылғаннан кейін 324 теңге болды дейді. Алманың бастапқы бағасы қандай дейді? То есть қараңыздар. Бізде бір рет скидка болды 10%-ға. Сосын тағы да скидка болды 10%-ға. Содан кейін, осыдан кейін соңғы баға 324 теңге болды дейді. Сіздерден сұрап жатыр, алманың бастапқы бағасы, то есть скидка болмай жатып, мына жерде бастапқы бағасы болды ғой. Сол қанша теңге деп сұрап жатыр. Сіздер можете қарасаңыздар, былайынан жасалынады. Скидка болса, 300 вариантпен, біз всегда вариантпен жұмыс жасауға үйрене салайықшы, давайте. 334 дегенді аламыз. Варианттар бізде бүкілі не күйінде беріледі? Бастапқы бағасы беріліп тұр. 334 бізде бастапқы бағасы болса, 100% болса, 10% скидкадан кейін, то есть бір рет. Мына екеуін сіздер, екеуін автомат түрде 20% десеңіздер қате болады. Себебі бірінші скидка болғаннан кейін 334-тен басқасы сан шығады ғой. Сол саннан 10% скидка болып жатқандықтан қазір мүлдем басқа сан шығып кетеді. Сол себепті сіздер скидка болды, мынанша процентке асты, тағы да асты, тағы да асты, тағы да асты деп бүкілін қосып жүрмеңіздер. Ол қате болады. Именно процентпен беріліп жатқан жағдайда жеке әр процентке кейін қанша шыққандығын есептеңіздер. Сол себепті бірінші 10%-ке ғана арзандағаны керек бізге. 100% болса, 10%-ке арзандаса бізде 90% қалады. Соны табамыз. Демек, 334-ті көбейтесіздер 90-ға, бөлесіздер 100-ге. Тең, калькулятор аламыз. 334-ті көбейтесіздер 90-ға, бөлеміз 100-ге. 300 өтір 6 шықты. Бұл бізде бірінші неден кейін. Бірінші скидкадан кейін. Енді екінші скидканы мен даже есептемей қойсам болады. Неге екен айтайын ба? Себебі мұны бірінші скидкадан кейінгі, мұны 300-дің, мұнадан да кішкентай болып қалды ғой. Ал мұна 324 деген сан бізде екінші скидкадан кейін шығу қажет. Сондықтан жауап бізде 324 емес дейсіздер да, келесісіне көшеміз. Мен мұнан өшірем, бұл керек емес. Мен екінші санды аламын. Неге таңдалмай жатыр? 360 па, 400-де? 360 шықты ма? 360 шықты, иә. 360-та, то есть 400-ді көбейтеміз 90-ға, бөлеміз 100-ге, 360 шықты. 90 и x. X-тен 300, ладно, жазасайын, 400 көбейту 90 бөлінген 100 тең 360 шықты. 360-мыз бізде мұнадан көбірек болып тұр ма? Онда тағы да екінші скидканы пайдаланып көрейік. 360 көбейтілген 100%, осыны тағы да 10%-ке арзандатылды. Есептеңіздер, неше шығады? 324. 324. 360 көбейтілген 360-та да тура сондай шықты. Үшінші жауапта. Ау?
Иә, бұл 324 шықты. Мынау 360 та бар ғой, С вариантында. Қараңыз, С вариантында 360 деген нәрсе бар ғой. Ол бастапқысы. Егер мен қазір осы 360-тан 10% скидка кезін есептесем, қараңыздар, қазір 10% скидка 324 шығады да. Но қараңыздар, ол бірақ мәрте скидкадан кейін бірақ мәрте 10% алып тастағанда ғана 324 шықты. Бізде екіншісін алғанда 324 шығу керек қой. Түсіндіңіздер ме? Мынау 360 деген екінші мәрте алынып жатыр. Қараңыздар, біріншісі мына 400-ден 10%-ін азайтып тастадым, 90% қой. Вот 90%-ін таптым мен. Ол 360 шықты. Е? 360 шыққан, ол бірінші скидкадан кейін 360 болды да. Что-то ешкім алмай жатыр деймін да, тағы да бір рет скидка қоямын. Сонда менде 10% скидка жасадым. Сосын 360 деген сенен тұрдым да. Давайте 360-тан тағы 10% скидка жасайын. Сонда адамдар көбірек келетін шығар десем, сол 360-тан мен тағы да скидка жасаймын. 360-ның менде қазіргі цена 100%, соның 90% керек маған скидкадан кейінгі ценасы. Хорошо? Сонда 324 шықты. Қарасаңыздар, мен 2 рет жасадым. Бастапқы 400 деген саннан 10% скидка жасағанда 360 шықты. Мен ол тура осы 360-ты жалғастырдым. Қараңыз, мынау сол 360, мынау. Мен ойдан алған жоқпын, немесе варианттан алған жоқпын бұл 360-ты. Бұл 400-ден кейінгі шыққан сан, бірінші скидкасынан. Екінші скидкасынан бізде 324 деген шықты. Жауапта, есептің берілген шартында 2 скидкадан кейін 324 шықты деп жатыр. Демек, бізде алманың бастапқы бағасын можем сразу 400 деп ала салуға. Түсінікті ме осы? Егер де только бір-ақ рет 10% сұраса, онда жауап 360 болатын еді. бір-ақ рет 10% сұраса, жауап 360 болушы еді. Мөлдір, сіз пайыздармен жұмыс жасай аласыз ба? Жоқ, мен математикамен неғылмағалы көп уақыт болды. Сізге онда бастапқы неден бастап? Оны қалай бастаса болады? Так, давайте мен сөйлесіп көрейін. Негізі ол сабақтардың, бастапқы сабақтардың видеосы бар. Бәлкім сізге видео сабақ жібере салармын. Немесе мен сізге басынан бастап өтетін шығармын бөлек. Хорошо? Но бүгінше енді қазір осы сабақтардың берілгенін, есептің шартын қарап отырыңыз да, шығару жолын попробуйте жазып алуға. Хорошо. Мынау страницада не ғой, бөлініп кеткен ғой. Сол үшін ұзақ болып тұр. Мынау бірінші страницаның соңы, екінші страницаның басы мына жер. Айтады, бағасы 55 мың теңге тұратын Apple iPad 15%-ға арзандады дейді. Егер 2 iPad сатып алсаңыз, неше теңге үнемдер едіңіз дейді. Демек, не істейсіздер? iPad-тың арзандаған кездегі бағасы қанша екендігі жазылған ба бізде? Бірінші не табамыз деп ойлайсыздар? Егер де просто процентке салатын болса, 110 мың теңге болады 2 iPad. Минус 15%, 93.500 ғой. Қалған сонда 16.500 теңге боламын. Варианты. 2 iPad дегендіктен 110 мың деп алды. 110 мың дедім. 100%. Осыны 15%-ға арзандаса? Ол? 15%. Ладно, 15% ала берейік. 15%-ін таптыңыз. X. Сонда X тең? Қанша шықты? 93.500 ғой негізі. 110-ды бөлеміз минус 15%, 93.500. Оны ала салса, мен обычно сөйтіп есептеймін. Неге калькуляторға салатын болсашы, процент табатын кезде вот 93.500 шықты, енді 93.500 бен 110-ның арасындағы санды миыңда не істемей, 93.500 минус 110 мың деймін да, минус 16.500 шықты, минус алып тастаймыз, 16.500 дұрыс деген сон, типа. Обычно сөйтіп есептеймін. Сізге калькуляторды алып қою керек, сіздегі процентін вообще пайдаланбаңыз. Попробуйте процентін мүлде пайдаланбауға. Пайдаланбауға тырысатын.
Мен мына жерде не істедім да, мысалы, осы 55-тен 15%-ін тап десе, 55.000-ды көбейтеміз 15-ке, бөлеміз 100-ге ғой негізі. Егер 55.000-ді тап десе, но сіз дәл қазір айтқаныңыз тоже болады екен. Мен негізі 55.000-ді алып есептейін деп отқам ғой. Но сіз 110 деген соң, можешь же екеуін сразу есептей салуға дедім. Значит, сіздікін мен ала саламыз. 110 мың бізде екі айпад қой. 110 мың 100%, бізде 15% скидка алып жасап жатырық, сондықтан 15%-пен қала берсін да. Сол 15%-ін тапсақ, бізде 16.500 екен. Демек, 16.500 теңгесін қазір бұлар алып тастайды. Мына 15%-ін алып тастайды, ой, скидка деген сөз 16.500 теңгені алып тастайды. Сондықтан жауабы бізде 16.500 бола салады. Дұрыс, қатеміз сол. Емес, только мен процентке салып жібердім да, процентке салмау керек. Сіз процентке жаман салып жүр екенсіз. На процентпен есептеген жолыңыз дұрыс бәрібір де. Так, давайте попробуем. Шырайым, сізге түсінікті ма? Мен жауап беріп отырмын ғой. Sorry. Так, алманың бағасы қаңтар айында 10%-ға, ақпан айында 20%-ға, наурыз айында 25%-ға көтерілді. Осы 3 айдың ішінде алманың бағасы неше пайызға көтерілді дейді. Так, 30, 55. Давайте бір сан алайық, бізде бастапқы бағасы белгісіз ғой. 1% алайық. Ой, 1% деп, бастапқы бір сан алайық. Бастапқы бағасы 100 теңге болсын. 100 теңге болсын. Бірінші 10%-ға көтерілді дейді. Мына жерде көтерілді деп жазып тұрған жоқ, но көтерілді деп ең соңында жазып тұрған, көтерілді деп. 100 теңге бізде өзі 100% болса, бұл 10%-ға көтерілсе неше пайыз болып кетеді? 110% болып кетеді. Осыны табамыз бірінші. X тең 110 көбейтілген 100 бөлінген 100. 100-ге 100-ді бөліп жібереміз, сонда 110-ның өзі ғана қалады. Енді осы 110 теңгені келесі айда дейді. Бұл қаңтар айында 110 теңге болды. Ақпан айында 20%-ға көтерілді дейді. 110-ымыз дәл қазір біз 100% ретінде қарастырамыз. Ақпан айындағы баға ғой енді бұл. Ақпан айында осыны 20%-ға көтерілді деп атса, 120% болып кетеді. Осыны табамыз. X тең 120, 110 бөлінген 100 неше шығады? 120-ның өзі. Ой. 110 бар. 120-ны көбейтеміз 100-ге, 12.000 болады. Неге 100-ге көбейтеміз? Бөлеміз 100-ге, 120 болады. 110-ға. 110-ға. Неге 110-ға? Себебі қараңыздар. Қаңтар айында қанша теңге болды? 110 теңге шықты ғой. Ақпан айында соны... келесі айда тура осы ценаны тағы 20%-ға көтерді деп жатыр. 132 шығады онда. 132 шығады. 132. Енді наурыз айындағысына осы 132 бізде 100% күйінде қалады да, наурыз айында 25%-ке көтерілді дейді. 125%. X тең 125 көбейту 132 бөлінген 100. 165 шықты. Тең 165. Мынау бізде соңғы көтерілгені 25% деп айтылып жатыр. Значит, соңғысын аламын. 165, мынау 100-бен салыстырамын енді қазір. 100 теңге еді ғой, басында мен алған саным 100 теңге болды. Бұл бізде 100% болсын. Енді қараңыздар, 100 теңге, ол 165 теңге болып кетті. Значит, қанша теңге қосылып жатыр оған? 65. 65 теңге қосылып жатыр. Сондықтан 65 теңгенің қанша пайыз екендігін табамыз біз. X%. X тең не істеймін? 100 көбейту 65 бөлінген 100. Тең 65% екен.
Жауабы бізде 65%. Демек, Ана бізде үшеуін қоса қараңыздар. салып не істеліп тұр ғой вариант. М? Ана үшеуін қосып есептей салатын вариант жоқ негізі. Каждый Бап, есептеп қараңыздар. тұру керек. 10-ға 20-ны қоссаңыздар, 30, оған 25-ті қоссаңыздар, 55 деген вариант беріп тұр ғой. Ойбай, мен мынаны дұрыс шығарған едім, неге 65, неге мынау қате дейсіздер осы кезде. Демек, не үшін олай болып кетті? Айтып отырмын ғой, процентпен есептеген уақытта мына процентке көтеріліп, сосын оны келесі айда тағы көтерілді деп жатса, ол бастапқы цена көтеріліп жатқан жоқ қой. Мынау қаңтар айында осындай болып кеткендіктен осы 110 теңге 20%-ке көтеріліп жатыр. Сондықтан осы процентпен есептеген уақытта әр этапты бөлек есептеуге тырысыңыздар. 10%-ға көтерілді, көтереміз. Содан шыққан санды 20%-ға көтерілді деп жатыр. Содан шыққанын көтереміз 20%-ға. Одан кейін тағы бір сан шықты, оны келесі айда 332 деген санды келесі айда тағы 25%-ға көтереміз. Демек, можно было қарасаңыздар, көтеріліп жатыр ғой. Мен 10%, 20%, 25% қосайын десеңіздер, 55 деген вариантты да беріп қойған. Қате болады бұл сіздерге, мынаны белгілесеңіздер. Сондықтан аласыздар, всегда тек қана егер мына жерде бастапқы баға берілмеген ғой, жаңағы есептерде iPad-тың бастапқы бағасы 55 деп берілді. Мынада олай берілмей тұр, сізге бірақ есептеу қажет, сіз білмей тұрсыз ба? Просто ала саласыз да, өзіңіз қалаған санды аласыз. Мен 100 теңге деп алдым. Себебі 100 теңгемен жұмыс жасаған оңайда, 100 теңге 100%. Қысқарып кетеді, жоқ болып кетеді. Но ондай шектеу жоқ. 50 теңгені алсаңыз болады. 1000 теңге, 2000 теңге, 5000 теңге, 1400 теңге ешкім сіздерге олай шектеу қоймайды. Өзіңіз қалаған бағаны аласыз бастапқысына, соны 10%-ға көтересіз. Содан шыққанда 20%-ға көтересіз, содан шыққанда 25%-ға. Соңында сан шықты ма, 165 теңге шықты ма? Менде осы бастапқыдан қаншаға көтерілгендігін қараймын да, менде 65 теңгеге көтеріліп тұр ғой. Сол 65-тің бастапқының қанша пайыз екендігін табамын. 65%-ін беріп тұр екен. Сондықтан, значит, 65%-ке көтеріліп жатыр деймін. Болды. Хорошо? И тура осылайынан өздеріңіз шығарасыздар мына есепті. Примерно 100. Елу пайыз бола ма? Жауабы жоқ, 50% емес. 50% бар екен ғой, Елу алты ма? Иә, 56 деген шығады. Қараңыздар, қазір есептеп отырсыздар ғой. Но лайфхак ретінде айтсам болады сразу. Ол бәрібір екі способта бірдей ғой. Но қараңыздар, 30%-ға көтерілеріңіз келіп отырса, қараңыздар, 30% деген нәрсе сіздерге бастапқы 100%-ға қосылып отыр ғой. 130 болып кетіп жатыр, иә? Сол 130-ды сіздер қазір, мысалға, бастапқы теңгені 50 теңге деп ала тұрайыншы, мен бастапқысы 50 теңге болсын, осының 30%-ке көтерілгені керек сіздерге.
Ол 130% болып кетеді. Қарасаңыздар, сіздер қазір осы 130-ды жүзге бөлдіңіздер. Иә? Бұл дегеніміз 50 көбейтілген 1,3. Мен мына бөлшек, сіздерге осы бөлшекті үйреткім келіп жатыр. Бөлшекпен алып жүре салған оңай. Егер сіздерге 30%-ке артты десе, негізі 30%-ін табу үшін 0,3 қой. 30%, егер 30%-ін просто тапқыларыңыз келсе, ол 0,3 еді. Но енді артып жатыр десе, значит, ол бастапқы 100%-ға қосылып жатыр. Сондықтан мына жерге всегда бірді қоя салсаңыздар болады. 1,3 деп. 50 деген санның 1,3-ін тапқыларың, 30%-ке артқан кезін тапсаңыздар, 50 көбейтіп 1,3 болады. Қазір тоқтаңыздар, 50 көбейтіп 1,3. 50 көбейтіп 1,3. 65 шығады. Енді келесі айда 20%-ға көтерілді деп жатыр ғой. Осы 65-ті мен нешеге көбейтем? 20%-ға көтерілді десе, 1,2. 1,2-ке. 65-ті осыны көбейтем 1,2-ке. Тең 78 шықты. Значит, бастапқы 50-ін менде 100% ретінде енді қарастырамыз. Енді осы жерін осылай алсаңыздар болады. 78 дегеніміз бізде 28-ге қосылып кетті ғой. 50-ге 28 қосылып кетті. Осының қанша процент екендігін табастыр. 100 көбейтілген 28 бөлінген 50. X тең 100 көбейтілген 28 бөлінген 50 тең 56% шықты. Давайте осыған тренировка жасайықшы. Бізде бастапқы сан берілсін. Егер 50%-ға кеміді десе, мен бір 85 деген санды алайыншы, жақсы ма? 50%-ға кеміді десе, 85 нешеге көбейтемін? Қалай ойлайсыздар? 0,15 па? Иә, 0,15. 72%-ға өсті. 85-ті нешеге көбейтемін? 72-ның жартысы будет. 0,172. Жоқ, 72-ның жартысы. 72%-ға өсті десем, 0,172 десем, мен 85-тің 72%-ін табам. 72% қанша екендігін табам, оны потом 85-ке қосуым керек болады. Егер менде өсті десе, сол өскен кездегі ценасы керек ба сіздерге 1,72 дестер. Мынау бастапқы, бір деген нәрсе бастапқысы ғой, сол бастапқысына 72% қосылып жатыр деген сөз. 1,72. Сіздерде өскеннен кейін қанша екендігі шығарып береді осы 85-тің. 60%-ке асты. 60%-ке өсті. 85-ні істейм? 0,160 па? 85-ні 0,160-ға көбейтесіз ба? Қарайықшы, 0,160-ға көбейтсем, так, неше шығады? 30,6. Ой, отырып айтам. 85-ті 51 шығады. көбейтсем. 51 шығады. Но мен бұл ойын 60%-ке өсті деп жатыр ғой. Значит, қазір осы 85-ке 51-ді қосуым керек болады. Потому что 85-ті 0,6-ға көбейтсем, ол менде просто 60%-ті неше сан екендігін көрсетеді. Өсті деген нәрсе әлі орындалып тұрған жоқ. Өсті деген нәрсе болу үшін қосамын қазір. 85-ке осы 51-ді қосып жіберем, 136 болады. Иә? Но егер мен автоматты түрде 85 менде өсті деп атса ғана осылай жасайсыздар. Көбейтілген 1,60-ға көбейтіп жерсем, 1,60-ға көбейтіп жерсем, қазір көбейтем калькулятормен. 136 шығады. Вот. Өскендегі ценасы осы екен. То есть менде қазір оның 60%-ын тауып, оны қосып отырмаймын, сразу нешеге өсіп кеткендігін көрсетеді, 136 деп. 15%-ға өсті. 85 деген сан 15%-ға өссе, нешеге көбейтем? 0,115. Кім айтып отқан маған қазір мынаны?
өсті деген нәрсе болса не істейміз дедім мен. 85-ті ойдан алып қоя. Иә, ойдан алып любой санды айтып отырмын. Просто маған проценттің қалай жазу керектігін үйретіп отқан ғой. Есептеу керек. Өсті деп жатса, қараңыздар, жаттап алсаңыз. 1,5 ба? Иә, өсті деп жатса, үтірдің алдына 1 тұрады всегда. Болды. 1,115. Иә, 1,115. Значит, қазір 85-ті 1,115-ке көбейтсеңіздер, ол 15%-ға өскенде қанша екендігін шығарып береді. Так. 2%-ға өсті дейікші. 1,2. 100-2 ма? Иә, А, 1,02. Вот. Осылайынан болады. 85-ті көбейтесіздер 1,02-ге. 86,7. Так, мына төбедегі есептеу жасаймын. 85-ті көбейтеміз 1,115-ге. Мұны 97,75-ге. Значит, кеміді десе 0 өсті десе 1 ба? Иә, кеміді десе не үшін 0 екенін айтайын ба? Қазір давайте жазайық. 12% деп алайық, иә? 12%-ке кеміді. Мен 85-ті 12-ге көбейтпеймін. 0,88-ге көбейтемін. Енді сұрақ не үшін? Не үшін мен бұны 88-ге көбейтемін? Потому что 12%-ке кеміді деген нәрсе бізде қанша процент қалды деген сөз? 88% қалып тұр ғой. 100-ден 12-ні аламыз ба сонда? Нөл 88 қалай шықты сонда? Иә, 100-ден 12-ні азайтасыз. 88, 0,88. Осыны есептей бересіздер. Так, 35%-ке кеміді десе. Кеміді. 1,175 ба? 65. 65 ой. Әдетте 65 болады. Болды. Яғни өсті десе, үтірдің алдына 1-ді қоясыздар. Солайынан жаза бересіздер. Кеміді десе, сол 100-ден сол санды азайтып тастап, үтірмен жазасыздар. Болды. 5%-ға кеміді десем не деп жазамын? 5%-ке кеміді. 1,195. Иә. Дұрыс, болды. 85-ті көбейтесіздер 0,195-ке. Кеміген кездегі неше екендігін шығарып береді. Но қателесіп кетпеңіздер. Егер сіздерге 120 санының 12%-ын тап десе, жаңағындай жасай бересіздер. 120-ның 12%-ын табамыз болды. Бізде бұны не өсір, не кеміт деп атқан жоқ қой. Сол себепті 12%-ын тап десе, просто 0,2-ге көбейте салсақ болды. Яғни сіздер 3 жағдайы бар. Өсіресіздер, кемітесіздер, соның өзін табасыздар. Өзін табатын болсаңыздар, просто соның өзіне осылайынан көбейте салсыздар. 0,112 деп. Өсір деп атса, өсіру керек болатса. Онда бір үтір деп сол санды жазасыздар. Кеміт деп атса, 100-ден азайтып тұрып сол санды үтірмен жазасыздар. Бұл сіздерге не үшін қажет? Бұл просто уақытты экономдауға. Бұны уақыт экономдау үшін, тезірек шығару үшін, ана пропорцияны ұмытып қалған жағдайларыңызда можете шығаруға. Но пропорция негізі, пропорциямен жасасаңыздар, ешқашан қателеспейсіздер. Просто уақыт ұзағырақ кетеді. Пропорциямен ешқашан қателеспейсіздер. 85-100%, осының 12%-ға кеміген кезі керек болатын болса, осының тұсында 88% и x деп аласыздар. Мұна екеуін көбейтесіздер и 100-ге бөлесіздер. Бұл қате емес. Шығара бересіздер осыменен. Просто бұл способпен келген уақытта сіздер жаңағы көбейте салғанға қарағанда мұнан жазып отыруларыңыз қажет. И плюс оны есептегенге тағы бір 5-6 секунд. Ары кеткенде бір 20 секунд, 30 секунд үнемделетін есеп қой. Бір есептің өзіне, бір есептегеннің өзіне. Кеттік. Келесі бізде велосипедтің бағасы дейді 50.000 теңге еді. Мамыр мейрамы қарсаңында
X пайызбен жеңілдік жасалғандықтан, оның жаңа бағасы 40 мың теңге болды дейді. Жеңілдік пайыз мөлшері қандай дейді? Пропорция құрамыз. Жақсы ма? Жаңағындай сіздерге артық, кеміт немесе мынанша бөлігін тап деп отқан жоқ па? Онда басқа жағдайда всегда пропорция құруға тырысыңыздар. Қараңыздар, 50 мың теңге бізде бастапқы цена ма, кейінгі цена ма? Бастапқы Значит, проценті қанша процент? 100. 100%. Бізде кейінгі цена 40 мың теңге дейді. Бірақ бұның қазір бір қанша екендігін білмейміз біз. Сондықтан бұның тұсына X процентті қоямыз. Есептейміз. 40 мың көбейтесіздер 100-ге бөлеміз 50 мыңға. Так, кетет. 400-ді 5-ке бөлсек 80 ба? 80%. Значит, қазір ол 80% бағасымен сатылып жатыр. Значит, оның қанша пайыз алынып тасталған? 20. Ой, пайызын. 20 қалды. 20% скидка болған. Сондықтан бізде 80%-мен сатылып жатыр. Можно просто осылай айналасаңыздар. 80% шықты. 80-ді аламыз. Ja, 180-ді алып тастай салдық. Не үшін 80 деген жауапты таңдай салмадық? Себебі ол сатылып жатқан бағасы ғой. Қараңыздар, 40 мың теңге. 40 мың теңге бұл сатылып жатқан баға. Скидканың бағасы емес, қанша теңге скидка болғанын анықтау үшін қанша процентке. Сол 100-ден қазіргі бағасын алып тастай салдық 80-ді. Так. Енді примерно бөліктерге қарастырып көрейік. Есептер. Мынау қызық есеп. Сағат 12-де тұтатылып, 18:00-де жинап бітуі тиісті май шамын, жанып бітуі, жинап дейтін ғой, жанып бітуі тиісті май шамын 4 сағатта ұзындығы 8 сантиметр бөлігі жанып бітсе, қалған май шамның ұзындығы дейді. Бұл тоже бөлік, жаңағындай пропорция құрылу керек, но уже просто процентпен беріліп тұрған жоқ. Сағатпен берілді. Мынанша сағатта, 4 сағатта 8 сантиметр бөлігі жанып кеткенде қараңыздар. Майшам деген, сіздер білетін шығарсыздар, сіздер менімен жаста, менен үлкен кісіздер ғой. Светошқа уақытта жағатын етіп қойып, который ақ ше, ұзын кәдімгі. Жағып қоясың, сәл ғана шам шығып тұратын. Сондай шам немесе кезінде андай әйнегі бар, который керосинмен немесе какой-то бір маймен жанатын не бар болатындығын. Байынан келген әйнекпен жабылып қоятын беті. Бүйтіп қолын ұстап, ары бері жүретінсің. Көргендеріңіз бар ма, жоқ па, білмедім. Примерно қазір суретін салып көрсетейін. Былайынан, именно астында дөңгелек былайынан ыдыс болатын. Осы ыдысты ұстайтын шұқасы болатын. Мына жерге майшам бүйтіп жанып тұратын. Мынаның ішінің бүкілі май. Керосин ба, какой-то бір май құятын. Ұмытып қалдым мен қандай май құятындығын. И соны мына жерге мата ма, мына жерде жіп па, бірдеңке тұрады, соны жағасың. И ішіндегі май біткенге дейін бұл жанып тұра береді. Еще екінші бір вариант бар, бұл бірақ май емес қой, бұл. Кажется, мынандай. Бүкіліміз көргенбіз, қазірде көруге болады. Вот осылайынан жанып тұратын свеча ше. Бұл бірақ 4 сағат, 12 сағат ұзақ тұрмайды. 1 сағат, 2 сағат қалады бұл майшам. Есепте айтып отқаны негізінде мынандай ше. 4 сағат деген енді бастапқы сан болып санала ма? Жоқ, бастапқы сан қараңызшы, бізде не дейді? Бастапқы сан өздеріңіз табасыздар. 22:00-ден 18:00-ге дейін жанып бітуі тиіс. Значит, жалпы қанша уақытта жанып бітетіндігі осы аралық. Неше сағат бұл жерде? Сағат. 20 сағат, е? 4 сағат. 20 сағат қой. Түнгі 10-дан, қараңыздар, түнгі 22:00-ден. Мен қазір кешке жағып қойсам. 22:00-ден ба? Кешкі, қазір түнде жағып қойсам, түнгі 10-да. Келесі күнгі кешкі 6-да өшеді ғой. Сонда 18 сағат
И плюс түнгі 12-ден 10-ға дейін мына жерде 2 сағат бар ғой. Жалпы 20 сағат. 20 сағатта жанып бітуі қажет. Но енді қараңыздар. Бұл мына жерде бөлек тұра берсін. 4 сағатта. Қанша сантиметр? 8 сантиметр. 8 сантиметр жанып бітуі керек. Қалған майшамның ұзындығын сұрап жатыр. Бізде қалғаныкін сұрап жатыр. Мына 4 сағат уже жанып бітті. Қалғаныкі қанша сағат жанады? Қалған сонда? 4 сағат жанып бітіп қалды. Сонда қанша сағатқа барады? 16. Сағат. Вот осы 16 сағаттағы ұзындығын сұрап жатыр ғой бізге. Қалған майшамның ұзындығы вот қалғанын сұрап жатыр именно. Бастапқыдағысын емес. Егер бастапқыдағы десе мен мына 16-ның орнына 20-ны қоюшы едім. 2 сантиметр. 32 сағат. Мына есептегенде 18 шықты ма? 16-ны көбейтеміз 8-ге 128. 16-ны көбейтеміз 8-ге 128. Бөлеміз 4-ке, будет 32. Иә, дұрыс. Все. Есептің құрған, мына құрған пропорциям түсінікті ғой сіздерге. X-тен 16 көбейту 8 бөлінген 4. Не үшін 20-ны алмағанымды түсіндірдім ғой. 32. Жалпы 32 сантиметр қалыпты еще. Все еще бар екен. Так. Тура осындай болу керек келесісі. Иә. Чуть басқаша. Мына ұқсас есеп. Мына 0,2 метр деген давайте сантиметрмен алайықшы, потому что мына жерде сантиметрмен берілген ғой тағы біреу. Итоны бөлшек өтірмен беріліп тұрған қайсысы. 0,2 метрде қанша сантиметр бар? 20 сантиметр бар. 20 сантиметрмен алып жұмыс жасаңыз. Попробуйте өздеріңіз. Так, ровно бір болды ғой. 2 минут берім. 1-ден 2 кеткенге дейін. Шығарып көріңіздерші. Примерно шығып жатыр ма? Мен пропорция құра алмай жатырмын. Пропорция давайте құрайық. 150 минутта дейді. 150 минуттың тұсында 5 сантиметрді қоямын. Кешіріңіз, менікі 10 сағат деп шықты.
10 ба қазір осыны белгілеп тұрайын. Көреміз қазір. 150 минутта 5 сантиметр. Енді бізде жалпы тағы қандай ақпарат бар? Жалпы бізде 20 сантиметр деген нәрсе бар. И түнгі 10-да жанып бастады деген бар. Бізде жалпы уақыт жоқ. Не үшін жоқ? Потому что берілмеген жалпы уақыт. Просто нешеде басталғандығы бар, аяқталатындығын сіздің өзіңізден сұрап тұр. Значит, жалпы уақытты ала алмаймыз, біз жалпы нені аламыз? Ұзындықты ғана аламыз. Ұзындық қана бар бізде, 20 сантиметрге деген ғана бар. Демек, 20 сантиметрдің тұсына x-ті қоямыз. Егер мен қазір 20 сантиметр деп алсам, менде полный түнгі 10-нан бастап неше минут жанатындығы шығады. Ал егер мен 15 сантиметр деп алсам, 150-ден бөліп тағы қанша бар екендігі шығады. Сондықтан мен сразу полныйын таба салайын деп 20-ны алып алдым. Жақсы ма? Қазір мынаны шығарғанда 600 шықты, сол 600-ден ары қарай жаза алмай жатырмын мен. Болды. X тең 600 минут шықты. 600 минут. Но енді қараңызшы, түнгі 10-да басталды. Ол 600 минут жанады. Какой-то бір уақытта тоқтайды ғой енді. 1 сағаттан кейін тоқтаса 11-де, 2 сағаттан кейін тоқтаса 12-де, 3 сағат болса 7 деген сияқты. Сондықтан біз мына минутты неге айналдыруға қажетпіз? Сағатқа. Сағатқа айналдырамыз. 10 сағат. Сағатқа айналдыру үшін 600-ді нешеге бөлеміз? 60-қа. Сонда 10 сағат қалады. Түнгі 12-ден кейін 10 сағат өтетін болса, ол 10 емес, ол сағат 8. Мен соны 10 сағат дегенді түсініп айттым ғой. 10 сағат шықты, сағат 10:00 деп па? Жоқ, түнгі 12-ден кейін есептейсіздер ғой? Ой, түнгі 22:00-ден кейін. Осыған 10 сағатты қоссаңыздар, сағат нешеге келеді? Все, мына жерде берілгенде толығымен өшетін уақыты депті ғой, қанша уақытта өшеді емес, иә? Айшаның толығымен өшетін уақыты. Сол сіздікі дұрыс. 10 сағат. Чего я хотела? Келесіне. Сағаттық еңбекақы алатын жұмысшы бірінші күні 15 сағаттық жұмыс үшін 1950 теңге алды. Екінші күні ол сондай жұмысы 8 сағат, ал үшінші күні 10 сағат істеді дейді. Жұмысшы 3 күнде қанша ақша алды? Бізде жалпысын сұрап жатыр. Значит, бірінші күнді, потом екінші күнді, үшінші күнді үшеуін қоса саласыздар. Но енді бірінші күн ғана бар бізде 1950 екендігі. Екінші және үшінші күнді табасыздар. Давайте енді әр сағатына төленеді деп айтып отыр ғой. Сондықтан 1 сағатты қанша екендігін табамыз. Оны табу үшін не істеймін мен 1 сағатты қанша екендігін табу үшін? 1950-ді 15-ке бөлеміз. 1950-ді бөлеміз 15-ке. Так. 130 екен. 130. Демек 1 сағатқа 130 теңге алады. Екінші күні 8 сағат істеген. 8-ді 130-ға не істей саламын? Көбейтеміз. Бұл кезде бізде шығады 40. Тура солай үшінші күндікін есептеңіздер, неше шығады? 130-ды көбейтеміз 8-ге. То есть 10-ға. Будет 1300 ба? 1300. Осы үшеуін қосасаңыздар. Тең. 4290. 4290. 4290. Шығару жолды сыныпты ғой, Соңғы екі есеп қалды. Попробуем немен. Нұсқалардың ішіне барып көреміз. Есептерді дейміз. Айтады, бір жәшік алманың салмағы 35 килограмм дейді. Жарты жәшік алма сатылған соң, жәшікті өлшеген кезде таразы 20 килограмм көрсетіп тұрды дейді.
Boş жәшіктің салмағы неше килограмм? Мынау бір жәшік алма дегенің, ол жәшік и плюс алма 35 килограмм болып тұр дейді, полностью. Сосын ана жәшікке қарайды ғой, енді соның жартысы алманың жартысы жоқ болып кетті, сатылып кетті. Сол кезде сол жәшікпен бірге өлшейді ғой, енді басқа нәрсеге салып кетті. Жәшікпен қайтып өлшесе 20 килограмм қалды дейді. Бош жәшіктің салмағы қанша? Яғни бізде алмадан бөліп, жәшіктің салмағы қанша екендігін сұрап жатыр. Қараңыздар, тура осы жерде қанша килограмм сатылып кеткен? Қаншасы жоқ болып кетті? 15 килограмм. 15 сатылып кеткен. Ол бізден неше жартысын беріп тұр алманың. Сонда жалпы алма қанша екен? Жалпы 30 шығар. Жалпы 30, иә, дұрыс. Жартысы 15 болатын болса, жалпы алма бізде 30 килограмм. Но енді қараңыздар, есептің басында не деп жатыр? Жәшік пен алманың салмағы 35 деп жатыр. Ал бізде алма жалпы 30 екен. Сонда жәшік қанша болып тұр? 5. 5 болды. Осы. Осыны қайсыздар? Сатып алыңызсын, жәшіктің жартысы жоқ болып кеткен екен, 20 деп тұрса, значит, жартысы ол бізде 15-ті беріп тұр, 15 килограмм сатылып кетті. 15 килограмм бізде 30-ның жартысы ғой, демек 30 жалпы алманыкін береді, 5 килограмм ол жәшікті беріп тұр екен дейміз. Әкесі 450 метр қашықтықты өту үшін 500 қадам. Ал баласы одан 3 есе көп қадам жасаса, баланың бір қадамның өлшемі қанша сантиметр дейді. Қараңыздар, жауабы немен беріліп тұр сіздерде? Сантиметрмен беріліп тұр. Бүкілі. Ал бізде есептің шартында Метр. 450 метр деп қойған. Айналдырамыз сантиметрге. Неше сантиметр болып кетеді? Нешені өлшей алайын? 1 метрде 100. 4500 бола ма сонда? Жоқ, 2-ні өлшейміз ба? Өзіміз 100 деп айтамыз. 1 метрде 100, 2-ні өлшей алсақ 45 болып кетеді. Метр деген нәрсені ұмытып қалсаңыздар, просто бойларыңызды еске түсірсеңіздер болады. Бойларыңыз айтқандықтан көбіне 1/6, 1/55 деп айта саласыздар. 1 деген нәрсе не ол? 1 метрің. Ал 1 метрің, егер сіздер бойларыңызды толық айтатын болсаңыздар, 166, 165, 155, 150 деген сияқты айтылады. Сол сияқты егер метрді ұмытып қалсаңыздар, бойларыңызды еске түсірсеңіздер болады. 1 метр, значит, 100 беріп тұр деген сияқты. Метр сантиметрге айналдырсаңыздар, 2-ні қосылып кетеді. Так, 45 мың. Бұл әкесінікі 500 қадам жүрді дейді. Ал баласы одан 3 есе көп қадам жасады дейді. Яғни 45 мың сантиметр жүру үшін баласы қанша қадам жасады сонда? 3 есе көп десе. Әкесі 500, баласы 3 есе көп десе. 15 мың. 1-0 артып болып қалды. 500-ді 3-ге. Иә. 1500 болады. Так, мөлдір калькулятор қолдансаңыз болады, калькуляторға рұқсат етілген. То есть, рұқсат етілген дегенде, сіздер тест тапсыруға кіргенде өздеріңіз алып кіресіздер деген сөз емес. Просто компьютердің өзінде калькулятор тұрады. Кәдімгі қосу, азайту, көбейту, бөлу и түбір деген нәрсе тұрады. Осылай 5 нәрсені можете калькулятормен есептей беруге. Болады ма, мен қалай набирайын деп отырсам. 1500. Енді баланың бір қадамның мөлшерін сұрап жатыр. Ол 45 мың сантиметр жүру үшін 1500 қадам жасады дейді. Демек, мен қазір 45 мыңда 1500-ге не істеуім қажетпін? Бөлу керек. Иә, бөлеміз. 45 мыңда бөлеміз 1500-ге. Тең бізде 30 шығады. Демек, 30 сантиметр екен. Баласының әр қадамы бізде 30 сантиметр беріп тұр. Болды. Осы ғана. Түсінікті ғой?
Сұрақтарыңыз бар ма? Есептердің нелері қандай болады? Осы сияқты есептер болады ма? Или түбір, бағана айтқандай пропорция тағы болады ма? Бүкіл есептерді мен қазір сізге көрсетемін. Сіз группаға қайттан жібере салың. Негізі группаға жібергенмін. Қазір бір нұсқаны полностью сізге есептерін көрсетіп шығайын, қандай болатындығын. Сосын үй жұмысы беріледі ғой, иә? Тексересіз ба? Мен бірінші рет қатысып жатыр едім. Иә, тексеремін. Үй жұмысын беремін. Келесі сабақ соның жауаптарын тақтаға сіздер қиналған есептерді көрсетемін. Былайша шығарған есептерін тек жауабын ғана айта саламын. Қараңыз, сізде тест 1 дейді. Яғни мына бірінші нұсқа критикалық ойлауда жалпы 15 есеп болады. ТГО-ға жалпы 30 балл беріледі. Оның 15-і осы математикалық есептер, 15-і мәтіндік. Қараңыздар, мәтін деген нәрсе көбінесе мән бермей кетесіздер. Мән бермесеңіздер, ол қате болып есептелінеді. Себебі ол қиын. Ішіне материал қарау керек, мақалдар бар. Ана жерде тақырыпты өзің құрастыру қажетсің. Немесе мынау мақал материал бірінші қараңыз, 1, 2, 3, 4-терде какой-то бір шығарым. Бұл сонда қазақ тілі емес пе? Кәдімгі қазақ тілі әдебиет қой. Шығарылымдарда мына қалып кеткен сөздер бар ғой, который әдебиеттерді оқысаңыздар. Тақсыр деген сияқты. Тақсыр деген сөздер қалдырып кетеді. Немесе шалынардай бірдеңке деген мына жерде көрінбейтін тұрған сөздерді. Соларды әдеби сөздер тауып қоюға жетсіздер. Бұған 15 балл беріледі. 15 балл сосын математикаға беріледі. Яғни математиканы қараңыздар. Ішінде геометрия бар. Мына жерде бөлшек бар, теңдеу теңсіздіктер бар. Еще геометрия. Мына жерде салыстыру бар. Бұлардың бүкілін қарастырғанбыз біз. Мына жерде тоже теңдеу бар. Мәтіндік есептер мен қазір шығарып көрсетіп жатқан есептер солар тоже келіседі. Осылайынан есептердің бүкілі келіп 15 есепті құрайды. Болды. Осымен бірінші нұсқа бітті. Келесі екінші нұсқа. Осы жерден тағы да 15 есеп. Осылайынан нұсқаларды қарастырамыз. Примерно осы жерде тақырып бойынша мен бөліп отырмын. Бүгін именно пайыз, жаңа бөлшекке бөлінетіндігі, какой-то бір бөлік мынанша қадам жүрді деген сияқтыларды шығарды. Келесі тақырып қайттан теңдеу немесе теңсіздіктерді үйретуі мүмкін. Немесе қараңыз, бүгінгі тақырып бойынша мынаның ішінде уже бар екен. Нұсқалардың әр нұсқаның ішінде мен өтіп отқан тақырыптардан минимум біреуі немесе екеуі есептер келеді. Максимум 4-5-еуден. Мына есепті шығарыңыздар. 8-ның x% 12 болса, x-тің мәні дейді. Бүгінгі тақырып бойынша есеп. Айда шырайлым, мөлдір. 8-дің x% 12 болса, x-тің мәні қанша дейді. Сегізді 100% деп аламыз ғой, Иә. Жүз елу? 150. 8 сіздерде 100%. 12-ның қанша пайыз екендігі x. Сонда x тең 100 көбейтілген 12 бөлінген 8. Тең сіздерде 150% шығады екен. Дұрыс. Алдыңғы сабақтардың осындай түсіндірме видеоларын жібересіз бе? Тақырыптың? Қайттан жібересіз маған группаға. Группаға немесе сіздің жекеңізге ссылкасын жіберетін шығар. Так. Алдында сіз не деп едіңіз ғой? Негізі? Документтер бар депші, папка с этими, с формулами. Тападыңыз ба? Ох ты. Болса жіберсеңіз күшті болады еді. Иә,
Соны сұрағын маған жазып жазсаңызшы қазір. Егер мен бүгін түнге дейін жібермесем, менен қайтып сұраңызшы, мен жіберем бүгін. Қаршы. Аха, рахмет. Формулаға қалай саламыз? Или сол ненің ішінде бар ма, қалай салу керек екен? Жоқ, оның ішінде жоқ. Мен сіздерге алдыңғы сабақта сұрағам просто. Именно осы математика немесе осы матсауаттылықта ТГО-да пайдаланатын бүкіл формуланың жиынтығы бар там кітапша. Тақырыпша ретінде. Мектептегі кітапта тақырып болады ғой, мысалға бір тақырып тұрады. Дискриминант деген. Соны шығару формуласы и мысал есеп тұратын болды. Тура солайынан бір жинақша бар еді. Соны табуым қажет, мен соны тауып жіберем сіздерге. Так. Жеке Қайсы қалай сан? жұмыс істейсіз? Ау? Жеке қалай жұмыс істейсіз? Жеке. Жеке жоқ. Жеке жоқ. Қайсында? Жоқ, сіз бағана айттыңыз ғой, жеке істеуге болады деп дедіңіз ба, не дедіңіз? Попробуй соны сұрап көремін. Сіз және тағы бір, так, тағы мөлдір и Маржан, 2 адам қосылды жақыннан. Егер қасыңызда жаңадан қосылған екеуіңіздің де деңгейіңіз бірдей болатын болса, сұрап көремін, екеуіңізге бөлек өтсем бола ма деген сияқты. Егер болмайды, басқа группа ашылмайды дейтін болса, онда осымен жалғастырып кете береміз. Но сіздерге попробуй там шырайлымен айда есептерді шығарып кете беретін болса, сіздерге сол есептерді қайтадан түсіндіріп солайынан кететін шығармын. Ол жағын анықтаймын бүгін. 10-шы есеп шығарамыз. Қай санның 20% 0,2-ге тең дейді? Қай санның 20%? Бірдің ба? 4 ба? 1 ма? Сайлауым. 0,2-ні неше пайыз деп аламыз? 20%. 0,2-ні тұсына 20%. Сіздерге 100% табу қажет. X дейсіздер. X-тен 100 көбейтілген 0,2 бөлінген 20. Калькуляторға салсаңыздар 1 шығады. Шырайлым неге сізде 4 шықты? Басқа несімен есептеп жүрмін. Енді осы дұрыс екен. Хорошо. Так, бір есеп шығарайық. И сонымен все, кажется. Давайте мына 5-ші есеп шығарып көрейік. Бүгінгі тақырыпқа байланысты емес бұл енді. Но сонда да можно логикалық способпен шығарып тастасаңыздар, там вариантпен жұмыс жасап. 5-ші есеп. Ой, мына кетіп қала бергеніз. Қайсысы? 5. Анасының жасы 34-те деген есеп. Вариантпен жұмыс жасаңыздар. Вариантпен. Давайте мен біреуін мысал ретінде көрсетейін. 8-бен. Надеюсь, 8 жауап болып қалмайды. Басқа сан болса екен. 8 жыл деген сөз. Қараңыздар, анасының жасы 34-те, қызының жасы 8-де. Неше жылдан кейін анасының жасы қызының жасынан 2 есесіндей болады дейді. 2 есе деген нәрсе,
Қызының жасын 2-ге көбейтсем, анасының жасы шығуы қажет. Алам, біріншісі 8 жыл дейді. 34 жас 8 жылдан кейін неше жас болып кетеді? 42 жас болып кетеді. Ал қызы жасы 8 еді ғой. Бұл 8 жылдан кейін 16 жас болып кетеді. Демек, сіздерде какой-то бір жылдан кейін өтіп жатыр десе, екеуінің жасына да сол жылды қосасыздар. 42 және 16 болды ғой. 16-ны мен қазір 2-ге көбейтсем, 42 шықпайды. Демек, бұл 8 емес екен жауабы. Бұл емес. Аласыздар, енді 18 тексеріп көресіздер. Екеуіне де 18-і қосасыздар да, жастарын бөлген уақытта 2 шығу қажет. Шықпады ма? Кешіріңіз, 8 мен 8-ді қосқанда біз 16-ны алдық. Не үшін ол? Қызының жасы 8-де деді ғой. 8 вариантта, бірінші вариантта біз 8 жыл болды. 8-ге 8-ді қостым. Демек, қызының жасы қазір 8-де еді. Ол 8 жылдан кейін 16-да болады. Болды. Сонда 2-ге бөліну керек па? 2 санда? Иә, мына жердегі. Жоқ, мына 42-ні 16-ға бөлсек, 2 шығу керек. Он 18 ғой. 18 болады. Мына екеуін қоссақ, бізде 52, 26. Екеуін бөліп жүрсек, 2 шығады. Демек, бізде 18 екен. Жауап В. Болды, бәйте. Мысалы, барлығын алып көру керек па, егер жауабы мысалы Б емес, Е-ге дейін бәрін қосып шығамыз ғой, Иә. Тестер. Негізі, можно теңдеу қылып шығаруға. Бұндай есептерді теңдеу қылып құрастырсаңыздар болады. Но мен сіздерге бұның теңдеу құрастыру жолын үйретем. Потом келесі жолы тағы бір есептің құрастыру жолын үйретем. Сосын өзі итакта берілген есепті шығару жолын үйретем. Геометриялық есепті үйретем. Оны шығару жолын шығара берсеңіздер, уже мына жер миларыңыз аталып кетеді. Мына қазір қайсысын кетеді, қайсысын способ еттіңіздерді. Лучше вариант берілген ба, вариантқа орнына қоя салыңыздар. Ешқандай нәрсені жаттауды, не қылуды талап етпейді. Просто орнына дұрыс қойып тексеріп көресіздер, все, болды. Сонымен кете бересіздер. Но міндетті түрде теңдеу құрастыру керек. Мен есептер бар. Мына вариантын қойып шығара алмайтын есептер бар. Вот сондай есептерді мен сіздерге теңдеуін құрастыру арқылы үйретемін. Қандай есептер алдыңғы сабақта болды? 2 жұмысшы бірігіп 10 сағат жұмыс жасайды. Бірінші жұмысшы 5 сағат бір өзі жасайды. Екінші жұмысшы бір өзі қанша сағат жасайды деген сияқты. Вот сондай есептер құрастырылады. А мынандай есептер можно вариантпен кете берсеңіздер. Вариантпен ұрлама, вариантпен ұра беріңіздер до конца. Так. Сұрақ бар ма? Жоқ. Жоқ, Осындай не тест нұсқаларын жібересіз ба? Біз өздігімен шығара алатын, сіздің неге қарап, видеоларға қарап. Жұмысын солай жіберіп. Одан бөлек мен қазір. Так.
Мөлдір сіз маған WhatsApp-тан жаңа мен нөмірмен нүкте жібере салыңызшы. Алдыңғы сабақтардың ссылкасын жіберемін сізге. Сұрақтарыңыз жоқ болса, шыға берсеңіздер болады. Мен негізі Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңдар. математиканы шығармағаныма қанша жыл болды?